Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептісін ұсынатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жылы суымызға 1 шай қасық шекер, жарты шай қасық ашыт қымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Енді 80 грамдай майымызды ертіп аламыз, сармаймызды. Менде еріді. Енді осыған 1 ас қасық тұз, 3 ас қасық шекер, 2 ас қасық майонезімізді салып, үстінен жылы суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Тұзымыз, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне менің бағанағыдай дрожжым ашыды, ашытқым. Оның үстіне құйып, үстіне жаңағы жылы суымызды құямыз. Сөйтіп жақсылап қамыр илейміз. Қатты қылмай, ішіне жұмсақ қылмай, орташа жұмсақтағы нанды илеп шығамыз. Июын жақсылап қандырып, түйіршіктерін бәрін кетіріп, бір кергетіп илеп шығамыз. Бауырсаққа не қосып ашытсаңыздар да, июын осылай жақсылап қандырып ашытсаңыздар, кез келген бауырсақтарыңыз жұмсақ болып шығатыны сөзсіз. Енді бетін жауып, орап қоямыз 1,5-2 сағатқа. Мінекей менде 2 сағат өтті. Салқын сумен қайтарып жібереміз. Қамырымызды бір қайтарып, 10 минутқа қайта қоямыз. Орап. Мінекей 10 минуттан кейін қамырым ашыды. 2 бөлікке бөліп, осылайынан жайып шығамыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады, маған осылай ыңғайлы болды. Қолымен өте жұмсақ, жылдам жайылып шыға келді. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша осындай стаканның көмегімен домалақ қып кессеңіздер де болады. Немесе төртбұрыштағы ромбик қып өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кесе бересіздер. Қызып тұрған тапамызға бауырсақтарымызды салып, екі бетін кезек-кезек баяу отта пісіріп аламыз. Отымыздың астын баяу қыламыз, әйтпесе арасы шикіп алып кетуі мүмкін. Мінекей біздің бауырсақтарымыз пісіп шықты. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тіркелмесеңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.